Қайырлы күн, бүгін сіздермен өте биік болып көтерілетін, өте нәзік, дәмі де керемет, мейіз және де жаңғақ қосылған бисквит дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 5 жұмыртқаны жарып алдым. Жұмыртқа менде S1 категориялы, S1 немесе S0 жарайды. Жұмыртқамызға 150 грамм қант қосамыз. минут көлемінде сағат тілімен айналдыра отырып миксерлеңіздер. Осылай бір бағытта ғана миксерлеңіздер. Сол кезде сіздерде жақсы көтеріледі. 20 минут көлемінде миксерлеу өте маңызды. Осылай ағылпамасы болып көтерілгенше миксерлейсіздер. 150 грамм ұнды 2 бөлікке бөліп саласыздар. Бірінші 77 грамм менде кетті. Астан үстіне қарай бір бағытта ағылпа масса мен ұн араласқанша ғана араластырасыздар. Көп араластырмаңыз. Ұнның жартысын саламыз. Менде 73 грамм салуым керек. Қопсытқыш қостым. Және де мейіз бен жаңғақты қостым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша басқа да жаңғақтар қоссаңыздар болады. Ыдысымызға пергаментті кесіп, алдын ала дайындап қойдым. Ыдысымызға салып қойдық. 170 градуста 45 минутта піседі. Қараңыздар, қандай әдемі биік болып көтерілген. Менде форма 26. Өте әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.